Assalamu алейкум YouTube көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мини ферма орайлы. Қош келдіңіздер. Менің каналыма жаңадан қосылып отырған көрермен болса, қош келдіңіз деп айтамыз. Және де менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Обязательно лайк басып, комментарияға өздеріңіздің керекті сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Өйткені мен барлық комментарияны оқимын, сұрақтарға жауап беремін. Қызыққан болсаңыз, қызығып жүрген адамдарды білетін болсаңыз, менің каналымды тарата отырыңыздар. Поделицаны бассаңыз, WhatsApp арқылы таратуға мүмкіндік бар. Видеомды соңына дейін қарап шығыңыздар. Алда теке, лақ, ешкі барлығы сүтті линиядан шыққан, шаруашылықтан шыққан, барлығы документтері бар ешкілерді ала аласыздар. Оның телефон нөмірлері осы видеода телефоны экран бетінде шығып тұратын болады. Соңына дейін қарап шығыңыздар. Сәттілік. Осы екінші тума пияков кешкі сатылады. Лақ ұрғашы. 2 ай болып қалды лағына. Екінші тума ешкі. Лағы емет жанында жүріп. Емгеннен бөлек күніне 2 литр сүті бар. Желіні бәрі жақсы әдемі. Мына сасоктар. Бір еркек, бір ұрғаш туған. Еркек лағы сатылып кетті. Бағасы 320 мың. Адрес Түлкібаста, Шымкент. Денсаулығы бәрі жақсы. Ассаламу алейкум группа. Қалайсыздар? Осы буаз занийский ешкі сатылады. Бағасы бұның 140 мың теңге деп тұрмын. Аз-маз саудасы бар. Кез келген өңірге салып жіберуге болады. Қасындағы теке де сатылады. Текенің бағасы 75 мың теңге. Бір жайдан да сатуға болады. Алатанымда хабарласыңыздар. Таза қанды чех теке лақтар сатылады. Номер осы жерде. Хабарласып өзінен сұраңыздар. Мекен жайын өздері айтады. Осы ұрғашылақ сатылады, ақлақ. 3 айдан асты уже. Февраль айында төлденген. Туылған февраль айында. Бағасы 85 мың теңге. Осы уақытқа шейін енесін еміп жүр. Шымкентте. Сосын мына лақта сатылады, ұрғашылақ. Бұл да 85 мың теңге. Бұлардың әкелері таза француз альпи, шешелері альпийский. Бағасы 85 мың. Осы 2 ұрғашылақ сатылады. Екеулері егіз. Екеуі егіз лақ. 2 айдан асып қалды. Бұлар бутылкамен сүт ішеді. Қазірлері 2 мезгіл сүт ішіп тұр. Азанда 1 литр ішеді. Кешке 1 литр сүт ішеді. Бағалары 85 мыңнан әрқайсысы. Екеуін бірге алатын адамға келістіріп беріп жіберемін. Бутылкаға үйренген, әлі сүт ішеді. Ассаламу алейкум. 2 мезгіл. Азанда 1 литр, кешке 1 литр сүт ішеді. Занин ешкі сатылады. Ордабасы фермадан шыққан ешкі. Қазір 3-шін төлдеп тұр, құда қаласа. Бұл 3 туды. Бір еркек лағымен сатылады, 2 ұрғашылағы сатылып кетті. Туғанына бір 15 күндей болды жүр. Қазіргі таңда 3-ке жақын сүт беріп тұр. Лағы да голландский, тоқал лағы, күйдірілмеген тума тоқал. Ешкінің бойы холкасы 85 сантиметр, биік, ұзын ешкі. Желінде ешқандай массит ештеңе жоқ. Ұнаса жекеге шығыңыздар. Адрес Шымкентте. Бағасы 190 мың деп отырмын, шамалы саудасы бар. Хабарласа беріңіздер, сауда жекеде. Осы видеода нұп бетал текелағы сатылады екен, 80 мың теңге.
адресінің толық мағлұматын білу үшін экранындағы жазылып тұрған телефон номерге хабарласыңыздар. Осы жерден бүкіл информацияны біліп ала аласыз, қай жерде тұрған және бағасын келісесіздер. Ассалаумағалейкум группа, қалайсыздар, амансыздар ма? Мына 1 айлық альпинский ұрғашылықтар сатылады. Үшем бұлар. 2 ұрғашы, 1 еркек болған, еркегін беріп жібердік. Мына шешесі 4-тен асырып тұр. Шешесі Альпи, әкесі Пиакок бұның. Әкесі Гандидің қорасынан шыққан Пиакок. Таза қанды. Екеуінің бағасы 120 мың теңге. Адрес Шымкентте. Бутылкаға үйренген, мүйіздер күйдірілген. 60 мың теңгеден екеуі бірге сатылады. Әкесі Пиакок Гандидің қорасынан шыққан. Әкесі, шешесі қазір 4-тен асырып тұр сүтті. 2-ші тума шешесі. Әкесінде, шешесінде көрсетіп аламын, жекеге шықсаңыздар. Саламатсыздар ма группа? Осы Альпи Чех ешкі сатылады. 4-ші тума. Егіз лағымен бағасы 200 мың. Лақтары 1 еркек, 1 ұрғашы. 3,5 метр сүті бар күнделікті. Адрес Шымкент, Қарабастауда. Желін сосудтар жақсы. Азандағы желін. Бойы биік, ірі ешкі. Бойы 80. Лақтарының қарасы еркек, ажағында қоңыры ұрғашы. Мына қоңыры ұрғашысы, қарасы еркек. Ассалаумағалейкум группа, қалайсыздар? Осы тазағанда англо-нубийский теке сатылады. Бағасы 220 мың теңге. Аз-маз саудасы бар. Кез келген өңірге салып жіберуге болады. Лақ беріп тұр. Ешқандай ауру, сырқат жоқ текеде. Түбі бұның қалияған қорасынан шыққан лақ кезінде. Әке шешесі Россиядан келген. Полный құжаты бар. Линия Базаркина. Өңкей керемет Россиядағы заводчиктардың линиясынан шыққан. Құлағында сырғасы барлығы бар. Бет учетта тіркелген. Ешқандай ауру түгі жоқ. Өте әдемі теге. Тұқымдыққа керемет теге. Алатын адамдар хабарласыңыздар. Биік, ірі. Альпийский саңғыл теке сатылады. Бағасы 130 мың теңге. Осы видеода тұрған Пиакок текелақ сатылады. Бағасы 50 мың теңге. Енесі 4 литр берген. Шымкент қаласында тұр. Басқа сұрақтарыңыз болса, жекесіне шығыңыздар, номер экран бетінде. 1-ші тума альпийский және голландский занин шыбыштар сатылымға шықты. Линиясы 3-4 литр беріп тұрған. Текеге түсіп қойған, 1 ай шамасы болды. Текегесі түскен текенің пародасы Альпи Чех, оптымға 140 мың деп тұр. Кемі бар. Сұрақтарыңызды жекеге телефон арқылы қойсаңыздар болады. Бойы биік, мойны ұзын шыбыштар сатылымға шықты. Хабарласыңыздар. Адресті және де толық мағлұматты өз егесінен біле аласыздар. Хабарласыңыздар. Осымен менің видеом тамам. Қызыққан ешкілеріңіз, іздеген текелеріңіз
және де алам деген лақтарыңыз болса осы видеода бар. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар. Келесі видеода бұдан да керемет басқа породадан және де басқа литрден жаңадан шыққан сатылымға шыққан ешкі лақтар текелерді тағы да саламын. Күтіңіздер. Ол үшін сіздер тіркелсеңіздер экранның бетіне телефондарыңызға шығып тұратын болады. Обязательно міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Өйткені келесі ешкілер бұдан да жақсы болады. Литражы да жақсы болады және де состояниясы да өте керемет ешкілер шығатын болады. Жақсы сау болыңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Сіздер үшін қызмет жасауға әрдайым біз видео шығаруға дайынбыз.